ұбт-ның екінші мүмкіндігін тапсыратын оқушылар. Сендерге математика сауаттылықтың бір әдеттерін қарастырамыз. Ол үшін оң жақта плюс батырмасын басып, мен каналыма тіркеліп алыңдар. Сендерге пайдалы ақпараттарды бөлісіп отырамыз. Бүгінгі семіз былай екен енді. Тіктөртбұрыштың толық периметрі 440 метр екен. А-ның мәнін табыңдар. Яғни А деп атқан бұл жерде мынау енді бізде. А деп атқанымыз осы. А-ның мәнін табыңдар еді. Сонда бізде мына қабырғасы бізге 50-ге тең. Сонда мына қабырғасы 19-ға тең. Мына қабырға мен мына қабырғаның қосындысы 50. Өйткені мынамен тең деген сөз. Сонда мынау қанша болды деген кезде, сонда бізде 31 болды деген сөз. Енді осы жерде мен мына жерді бөле салсам, мына жеріміз 135-ге тең болатын болса, бізде мына жеріміз 135-ге тең болады. Ал мына жеріміз бізге А-ға тең болады. Сонда кеттік 50 қосу 50. Сонда бізде 100 емес па? 100 қосу 135-ке 135 қосатын болсақ, 270. А-ға А-ны қосатын болсақ, 2А. Бұлардың барлығы тең болады, 440-қа тең болады. Мына екеуінің қосындысы 370 мына жаққа минус өтеді. Сонда бізде 2А тең 70 болып қалады. Яғни 440-тан 370 алатын болсақ. Сонда А тең 35 болады екен. Сонда бізде В жауабы тура келеді. Мына жеріміз сонда бізге 35-ге тең келеді екен. Осындай пайдалы ақпарат білгің келсе, достарыңмен бөлісіп отыр және каналға тіркелуді тағы да ұмытпа.